Ресми статистика бойынша елімізде есту және сөйлеу қабілеті төмен 32-33 мың адам бар делінеді. Ал бейресми деректер бұл санның 200 мыңға жететінін көрсетеді. Мемлекет оларға жылына небір 60 сағат тегін сурды аудармашы қызметін береді. Бұл өмір сүруге, білім алуға өте аз. Мектепте толық білім ала алмаған соң, бұл жастар тек тігінші, аспаз, жиһаз жасау сияқты шектеулі мамандықтарға ғана барады екен. Бүгінгі кейіпкеріміз қоғамдағы осындай мәселені көтеріп қана қоймай, ғылым, IT арқылы осы мәселені шешуге көмектесіп жүр. Қайырлы күн, құрметті подкастымыздың көрермендері. Бүгінгі қонағымыз технологияларды өмірге өте мықты енгізген маман, ғалым Нұрзада ханым. Нұрзада ханым өзі есту және сөйлеу қабілеті бұзылған жандарға арнап, қазақша ым-ишара тілін танитын интеллектуалды жүйе ойлап тапқан ғалым. Келгеніңізге қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді сұхбатымызды бастасақ, Нұрзада ханым, осы қазіргі уақытта өте көп талқыланып жатқан мәселе, біздің қоғамда әйелдер мен еркектердің теңдігі, олардың құқықтарының сақталуы актуалды бір өзекті темаға айналып келе жатыр ғой. Осы орайда сіздің бір мақалаңызды оқып қалдым бір пікіріңізді. Ғылым әйелдерге ер азаматтарға қарағанда күрделірек болуы мүмкін деп айтқан екенсіз. Себебі әйел адамның мойнында отбасы, бала тәрбиесі, тұрмыс жауапкершілігі қатар жүреді деп айтқан екенсіз. Осы ойыңызды кеңірек тарқатып айтып берсеңіз, және қазіргі уақытта ғалым әйелдер қандай бір қиындықтармен бетпе-бет келіп жатыр. Өйткені былай статистикаға қарап үңіліп қарасақ, осындай қиындықтарға қарамастан ғылымдағы әйелдер 55%-ды құрайды екен Қазақстандағы. Енді ғылымдағы әйелдерге келетін болсақ, бізде мысалы университетте осы саланы, ғылымдағы әйелдер саласын зерттейтін арнайы мамандар бар. Солардың айтуы бойынша жаңағы әрине әйел адамда ғылыммен бірге отбасын алып жүру өте қиын деген сияқты. Ал әлемдік статистикаға келетін болсақ, әлемде барлық PhD-лердің ішінен 1% қана әйелдер негізі. Сонда соның 1%-ның біраз долясын Қазақстан алып тұрған шығар. Біз Қазақстанда именно әйелдердің ғылымда жүруі өте көп. Ал егер о кезде мен мүмкін сондай бір қиын кезеңдер айтқан шығар, мүмкін сондай бір ішкі дағдарыс болған шығар, күйзеліс болған шығар. Қазіргі ойым болса, мен қазір былай айтамын, сіз өзіңізді әйелмін, мен ғылымда жүрмін деп, адам өз-өзін аямау керек деп айтамын да. Мен әлеуметтік мәселемен айналысып жатырмын, мен әйелмін, оның сыртында менің отбасым бар деген сияқты сондай бір өзіңізге аяушылық сезім тудырсаңыз, ол сіздің жұмысыңызға кедергі болады. Ең үлкен кедергі адамның өзі ғой негізі. Кез келген қиындықты адам өзіне өзі тудырады. Сондықтан егер сіз жаңа қолыңызға шоқпар алып, жаңағы атқа мініп, мен осы есеппен күресемін деп шықтыңыз ба, сол жауапкершілікті соңына дейін мойныңызға алыңыз да, қалған жаңағы қосымша өзіңізді аяу сияқты, не болмаса қоғамдағы менің әйелмін, менің орным төмен деген сияқты, оның бәрін ысырып тастау керек деп ойлаймын. Яғни қазір ойыңыз біраз өзгерді. Өзгерді ол кезде қарағанда. Ол кезде мүмкін сондай ой болған шығар, енді адам әр уақыт моментінде әркім әртүрлі дейді ғой, сондықтан мүмкін солай болса. Қазіргі уақытта бір ғылым саласына бөлініп жатқан көмектер де көбейіп жатқан сияқты, мүмкін ол да бір сіздің жолыңыздағы жеңілдік болып келе жатыр екен. Мүмкін. Қандай жеңілдіктер беріліп жатыр мемлекет тарапынан? Енді ең бірінші мысалы жалпы жеңілдік қолдау дегенге келетін болсақ, мен ылғи айтатыным, ол қолдау деген ол сізге берілген грант. Сіз бакалаврға түстіңіз бе, грантқа түстіңіз бе, мемлекет сізге қаражат құйды. Магистратураға түстіңіз, мемлекет сізге қаражат құйды. Докторантураға түстіңіз, мемлекет сізге қаражат құйды. Бірақ сол игерген қаражаттан сіз жауапкершілік сияқты жауап болу керек. Яғни сіз сол жаңағы егер сізге мемлекет сеніп осынша қаражат құйғасын, соның бір нәтижесін шығару керек деген сияқты. Сонымен қатар докторантура бітіргеннің өзінде қазір егер сен мысалы 3 жылда ғылыми есебіңді шешіп қорғауға шыға алмасаң, саған қосымша тағы бір бағдарлама бар. Жас ғалым деген постдокторантура, жас ғалым деп атады. Жас ғалым ол тағы да жаңағы 20-25 миллион шамасында грант бөлінеді, тағы 2 жыл уақыт беріледі. Яғни сен ғылыми есебіңді соңына дейін шешуге деген сияқты. Мүмкін осы жаңағы мен жас ғалым проектісін ұтып алғаннан кейін, мүмкін сол кезде мен бір кішкене кеңінен тынысталып, яғни бір күнделікті тіршілікті ойламай, мысалы, нанның табысын ойламай, шай тамақты ойламай, мүмкін осылай ғылымға қаттырақ бел бууымның бірде-бір себепкері осы болды. Екіншіден, Еуразия ұлттық университеті 2022 жылы зерттеуші университетке айналды да,
сол жерде зерттеушілер деген жаңа лауазым пайда болды. Сол бізде қазір университетте 3 зерттеуші болсақ, соның біреуі менмін. Зерттеуші лауазымында ол сізде активный нагрузка дейді ғой, белсенді нагрузка болмайды. Студенттермен жұмыс істейтін, мысалы таңертең кішкене сабақ оқытып жүретін, ол жерде 0,25% нагрузка болады. Қалған уақытыңызда осы ғылыммен айналысасыз, айлығыңызды қалыпты түрде алып отырасыз деген сияқты. Және сондай бір қосымша, соның бәрі поддержка. Соның арқасында сіз көңіліңіз тынышталады да фокусыңызды есепке жібере аласыз. Әрине. Соңғы кездердегі үлкен жетістіктеріңіз, мысалы, оқып отырмыз Сайын Бридж жобасы, Біріккен Ұлттар Ұйымының World Summit Awards деген жаһандық байқауда 180 елдің ішінен шорт-листқа ілігіп, үлкен бір мәртебеге иеленіпсіз. Ол, мысалы, Димаш Құдайбергеннің Қытайдағы бір жеңісі сияқты, я, ғылым саласында былай салыстыратын болсақ, Головкиннің бір үлкен ақш-тағы жеңіс сияқты бір жеңіс қой қазақстандық ғылым үшін. Осы Сайын Бридж деп атын да әдемі қойыпсыз, байланыс көпірі деп аталады, иә? Осы жоба туралы кеңірек айтып бересіз бе? Енді жоба туралы айтатын болсақ, неге Сайын Бридж деп қойдық? Оны біз арқылы көпір деп өзіміз ішімізден солай жаңағы ниеттеніп қойдық. Себебі қарапайым табиғи тілде сөйлейтін қоғам бар, тілінде сөйлейтін қоғам бар. Сол екеуінің арасында осы жоба көпір болсын деген ниетпен сол Сайын Бридж деген атауы берілдік. Бұл жоба қазіргі таңда табиғи тілдегі мәтінді тіліне түрлендіреді. Және керісінше тіліндегі жаңа көрсетілген сөздерді табиғи тілге түрлендіреді, бірақ қандай үздіксіз аудара алмайды. Өйткені ол өте ауыр технология, өте қиын технология, әлемде ондай шешімдер жоқ. Жаңа бірінші есебіне келетін болсақ, табиғи тілдегі мәтінді тіліне түрлендіру бойынша салыстыратын болсақ, әлемде бір 2-3 сондай шешімдер ғана бар. Ол жаңағы Бразилияда бар, сосын Америкада бар, сосын Германияда бар. Бірақ Германияда кішкене енді мүмкін жаңағы тыңдармандарға қызығырақ болатын шығар, олар толерантты халық қой. Иә. Сондықтан анау аватардың не әйел, не еркек екені белгісіз, сондай бір нейтральный қылып жасағанда сөйтіп. Сіздердің гендер қандай? Біздікі әйел адам, ер адам, екі гендермен кәдімгі жаңағы Айбек, Айназ деген ат қойғанбыз. Айбек, Айназ деген. Өйткені жаңа мен 2 кофаундерім бар, өзімнің магистранттарым бірге жанында жүрген, Бекболат, Назерке деген сол екеуіне жаңағы сол екеуінің еңбегіне жаңағы ризашылық ретінде аттарын солай қойғанбыз. Сонымен ары қарай жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді жалпы проект туралы айтатын болсақ, осы қолымыздан келген жасап жатырмыз, кейбір жерлерге енгізіп жатырмыз. Жаңағы кейбір телеканалдарда мультфильмді аудардық. Сонымен қатар еңбек скиллс KZ-ға пилоттық жоба жасадық. Қазақстанда ресми дерек бойынша 33 мыңға жуық ишара арқылы сөйлейтін адамдар бар екен, иә? Бейресми деректер бойынша ол тіпті 200 мың адам. Енді осы адамдардың ішінде бір фокус группа болды ма сіздерде осыны тестілеу жасаған уақытта мүмкін? Қалай олардың ойлары қалай бұл приложение туралы? Жалпы бұл есепті шешуді бастағанда 2019 жылы бізде Астанада республикалық жаңа статусы бар, Саңырауқұлақ қоғамдастығы бар. Соған барамын, мен сұраймын, осындай есеп шешейін деген, осындай жағдай қалай деген сияқты. Сол кездегі зампредседатель кісі Жангелді Рахманович маған Павлодардың опыты жақсы деді. Павлодардың опыты жақсы, сол жақтан барып біліңіз деп. Содан Павлодарға барып, арнайы интернатқа барамын, бірақ ол жерде кіргізбейді. Бізде андай бір жақтан келдім деген кезде олар тексеруге келді. Балалардың сапасын тексеруге келді, бір көмектесуге келді емес, бір сын іздеп келді деп ойлайды. Сондықтан әрине есік ашылмады, бірақ сол жерде сурдопереводчик мамамен танысып, сурдопедагог телефон номерін алып, кафейняға шақырып, сол жерде отырып сөйлестім. Сол кезде ол айтты, бізде өте жақсы, себебі біз баланы 2,5 жастан бастап дайындаймыз. 2,5 жаста егер баланы бізге әкеп берсе, біз оны жаңағы ишара тілінде сөйлеп, тілінде жетік меңгеріп, сол именно арнайы интернаттың мектеп бағдарламасын игеріп кететін деңгейге дейін біз ол баланы жасай аламыз. Бірақ ол қараңыз, енді ол Павлодар дедік, Павлодар орыстанған жер кішкене. Одан кейін көп ата-ана уақытымен әкелмейді деп, соның өзінде сол кісі солай айтып отыр. Павлодарда егер бізге уақытымен әкелсе, көп баланы біз жаңағы білім бере алатын едік деген сияқты. Енді олардың статистикасы бойынша, Павлодар бойынша 4 жылда бір бала жоғары оқу орнына түседі деді. 4 жылда бір бала. Ол енді жаңағы 2,5 жасында әке-шешесі осознанно әкеп дайындаған бала болып тұр ғой. Мына тіліне келетін болсақ, қазақ тілі деген жоқ деді ғой. Қазақ тілі деген жоқ. Ол оның мемлекеттік статусы да жоқ, бекітілген стандарты да жоқ. Ана посткеңестік мемлекеттердің бәрінде сол орыс тілі кейбір мемлекеттер өзіне бейімдеп бекітіп алған, кейбіреулер бекітпеген. Сондықтан мен ішімнен сездім, егер мен қазақ тілі деп қана қарастырдым да,
мен қаншама мысалы басқа университетте басқа салаларда ғалымдар қазақ орыс ым тіл деп алса, мен орыс деген сөзді алып тастадым, тек қана қазақ ым тіл деп алып алдым да. Бірақ мен көбінесе солтүстік жақтан қолдау таба алмайтын шығармын деп ойлап оңтүстік жаққа кеттім. Алматыға бардым. Алматыда арнайы интернеттер бар, соларға барып жаңағы солармен ақылдастым. Біз ана Жібек жолы каналында фиксики деген мультфильмді аударғаннан кейін, енді оған дейін біз былай күнделікті ұсақ түйек материалдарды аударып жүрдік. Мына материалды аударып берсеңіз, мына материалды бейімдеп көрсеңіз деген сияқты деген. Оның бәрін біз істеп жүрдік та, кері байланыс жақсы екенін естіп жүрдік. Мен бірақ айтатынды командам, егер 65%-дан жоғары түсінікті болса, енді ол бізге уже нәтиже деген сияқты. Сөйтіп фиксик шыққаннан кейін қайттан мен 2-3 айдан кейін Алматыға барып, сол арнайы интернетқа барып, бүкіл класстарды аралап сұрап шықтық. Енді көресіңдер ма, контент сендерге қызық па? Өйткені ол білем, ым тілінде сөйлейтін жалғыз контент сол. Қазақстанда болсын, жаңағы қазақ тілінде, интернет кеңістігінде болсын, телевидение болсын, жалғыз контент. Иә, бәрі көреміз, бәрі қызықты деген кезде, яғни бұл бағытта ары қарай жүре беру керек деген сондай бір. Яғни жақсы фидбек алдыңыз. Иә, фидбек алып, сол енді көбінесе мен айтатыным, ондай жұмыстың бәрімен адам айналысып жүре алмайды. Фокус болады, сен өзің ғылыми шешімің бар, маған өзімнің технологиямды лучше жете беру керек. Жаңағы 65-ті 75, 80, 90-ға жеткізе беру керек та. Мен фокусым сол жерде болу керек. Әр заттың өзінің мамандығы бар деп айтамын да, сондықтан көбінесе ондай бір фидбек жинап, жаңағы бір жерлерге барып деген сияқты. Оған сіздердің бір уақытыңыз жоқ. Осы жерде бір көрермендерге түсіндіріп айта кеткім келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда әлі күнге дейін орыс ым ишара тілде қолданады екен. Және осы олқылықты шешу үшін Нұрзада ханым қазіргі уақытта өте қатты еңбектеніп келеді. Қанша сөз қазақ тіліне аудардыңыздар осы ым ишара тілінде? Енді ым тіліне жалпы келетін болсақ, неге орысша, неге қазақша, неге ағылшынша дейтін болсақ, әлемде қазір статусы бар, бекітілген 120 ым тілі бар. Енді сол 120 ым тіліне келетін болсақ, ол тілдердің қолдың қозғалу бойынша ұқсастығы 60%-ға келеді. Бірақ ым тілінде сөйлейтін адамдар көбінесе тек қана қолдан ғана оқымайды, ерінен оқиды. Ерінен өте жақсы оқиды, өйткені қолдан қарағанда ерін оларға үздіксіз ақпаратты бере алады. Сонымен қоса эмоциядан оқиды. Сондықтан егер мен мысалы ана деп сөйлеп тұрсам, значит мен қазақша сөйлеп тұрмын. Мама деп сөйлеп тұрсам, значит мен орысша сөйлеп тұрмын. Сен қазақсың ба, сен тілің ерінің қазақша қозғалса, тілде қазақша болу керек деп, осы қазақ тілі болу керек деп мойындамаудан басталды ғой. Любой нәрсе негізі мен айтамын, кез келген жетістіктің негізі келіспеу. Просто жай келіспей қойдым. Қазақ орыс тілі деп алып қарастыруға келіспеген. Содан ғана мен ойлаймын, соны ары қарай соңына дейін жүріп келе жатырмыз, жүруге дайынбыз ары қарай. Қазіргі стартаптар көбінесе тезірек нарыққа шығып, тезірек ақша тапқысы келеді, шетелдік инвесторлар тартқысы келеді, тезірек әйгілі болғысы келеді. Ал сіздің жобаңыз әлеуметтік болғандықтан, ол көбінесе жаңағыдай белгілі бір түсінбеушіліктерге алып келуі мүмкін, бір текетірестерге алып келуі мүмкін. Неге осындай бір жолды таңдадыңыз? Неге ым ишара тілін осыншалықты бүкіл халыққа түсіндіруге тырысып жатырсыз? Мен ойлаймын, ол анау адамға бала кезінен сіңген нәрсе шығар, өйткені мен бала кезінен өзім басқа балаларға өте жақын болатынмын. Соларды қонаққа шақырып, сөйтіп ойнайтынды. Сондықтан мүмкін ол бала кезінен сіңген бойыма тәрбие. Екіншіден, мысалы, докторантураға түсесің, мысалы, мынандай жетекші мынандай тақырыппен айналысады, мына жетекші мынандай тақырыппен айналысады деген. Менің өзімнің жетекшім Күтібаева Сәуле Әлжанқызы деген осы ым ишара тілінің жаңа даму технологияларымен маған дейін 10 жыл айналысып келе жатқан адам ғой. Яғни сол кісінің сол тақырыбын көрген кезде, енді яғни менің мысалы ғылым есеп шешу деген мен 3 жыл марайым деп ойлап тұрмын ол кезде, мен 8 жыл 10 жыл кетеді деп ойлаған жоқпын. 3 жыл уақыт деген біраз уақыт, яғни одан бір пайдалы нәрсе шықсын деген мақсатпен осы саланы таңдап алдым сол кезде. Біздің жоспарымыз тек қана Қазақстан емес, негізі біздің жоспарымыз әлемдік нарыққа шығу. Себебі біздің технологиямыз ол тек қана қазақ тілге арналған дегенмен ол универсалды, ол бейімделгіш. Ол жерде қазақ тілін алатын болсақ, 42 әрпі бар, 40 мың сөзі бар, күрделі тілдердің бірі негізі, басқа тілдерден қарағанда. Сондықтан егер қазақ тіліне біз визуалды тұрғыдан шеше алатын болсақ, ол басқа тілдерге бейімдеудің өзі жеңілдірек. Өйткені біз қазір қазақ тілі мен орыс тіліне қатар бейімдеп қойдық. Бізге қазір оны ағылшын тіліне бейімдеу үшін ағылшын ым тілінде жақсы сөйлейтін адамның көмегі бізге жеткілікті. Басқа тіл сондай. Сондықтан осындай бір өте, мен айтамын ғой, 20 жыл, 30 жылғы алға сондай үлкен жоспармен жасаймыз да, сондықтан фокусымыз әлі сол есепте енді. Керемет. Ол есептен қандай нәтиже күтесіздер? Ең мықты нәтиже қандай? Мен өзімнің
мысалы немде өзімнің түпкі жүрегімдегі арманда мысалы менің қазір нормотипичный бала мысалы YouTube арқылы ағылшын тілін үйрене алады. Мен үйдегі екі балам айтатыным, сендердің алып отқан білімдеріңнің Құдайдың сендерге беріп тұрған мүмкіндігінің 5% ол балаларға берілмеген. 5% берілмеген. Сол хотя бы сол мүмкіндіктің бір қандай да бір білмеймін 20-30%-ын ашсақ, әрине біз бәрін аша алмаймыз. Мен айтамын, жасанды интеллект ол адамды ешқашан сурдопедагог маманды ол ешқашан заменить ете алмайды. Ол не болмаса жаңа сурдопереводчик заменить ете алмайды. Ол жерде ниет деген нәрсе болады. Ниет ол баланың арқасынан қағады, жаңағы маңдайынан иіскейді, сөйтіп ниеттеніп бар бұл. Бұл жерде жасанды интеллект сол тек қана көмекші құрал ретінде ғана болып. Сондай бір жаңағы тілінде сурдопедагог, сурдопереводчик мамандарымен қолында жүрген бір сондай бір бәріне бір кеңінен тараған құрал болса деген сияқты бір түпкі арманымыз бар. Сонымен қатар мемлекеттік сайттар бар, егов бар, жаңағы еңбек бар дедік, gov.kz бар, кез келген банктар бар. Сондай бір кеңінен тараса, басында айтатынды, бірақ бір жерге енгізсем сен істедің, молодецсің деп өзім айтатын шығармын деп. Енді қазір қарасам ол аз болып бара жатқан сияқты. Сондықтан қазір кішкене кеңінен тараса да соның өзі бір өте бір жақсы не болады деп ойлаймын. Яғни сіздер бұл стартапты, бұл ғылыми жобаны бір құрал ретінде көресіздер, да? Көмекші құрал бір жағынан, екінші жағынан жаңа қазақ тілінің статусы жоқ, оның бекітілген стандарты жоқ. Сондықтан егер мысалы үйрететін орталықтар өте көп, орталықтар ол бір центрға бағынбайды. Мысалы 72 сағат курс өткізу үшін мемлекеттік лицензия қажет емес. Сондықтан егер оның бәрін бір жасанды интеллект үйрететін болса, бір 10-15 жылдан кейін ол балалар өскеннен кейін олар бір-бірін өзі жақсы түсінетін болады. Себебі мысалы тілінде сөйлейтін адамдардың өзінің ортасында барьер бар. Яғни мысалы бір білім беру орталығы былай үйрететін болса, біреу былай үйретеді деген сияқты, біздікі дұрыс деген сияқты курс өткізетін жерлер. Сондықтан осындай мәселе дегенде мәселеге қарайтын болсақ, менің ойымша мәселе жаңағы тілінде сөйлейтін адамдарды емес, соның сыртында жүрген сурдопереводчик жаңағы орталықтарға сол жердің арасында кішкене жаңағы келіспеушіліктер болғандықтан жаңағы ол кісілер неден қалып қойып отыр. Соларға көмек құрал ретінде қарастырасыз, көбінесе. Енді еңбек.kz деп айтып кеттіңіз. Бізде қазіргі уақытта көбінесе есту, көру қабілеттері жоқ адамдар көбінесе бір тігінші, шаштараз, бір сондай жерлерде жұмыс істейтінін байқап отырамыз да. Ал олардың осындай бір қоғамдық жұмысқа ілесіп кетуіне көмектесе ала ма сіздердің осындай бір приложенияларыңыз? Әрине, мен ойлаймын, негізі түпкі мақсат сол. Түпкі мақсат сол адамдардың қоғамға қандай да бір мамандық игеруіне ілесіп кетсе, ол бүгін мысалы әріппен үйреніп, ертең сол арқылы суда аударма арқылы кітап оқып, қандай да бір мамандықты игеріп, сол мамандық арқылы өз-өзін асырап қоғамға қызмет ете алатын болса, өйткені тілінде сөйлейтін адамдардың ол миында ауытқуы бар адамдар емес. Оның қандай да бір шектеуі бар. Ол кәдімгі адам, бірақ олардың сөйлеу ғана ерекше. Ол біз сияқты адам, бірақ ол сөйлеген кезде тек қана қолмен көрсетеді. Сондықтан сондай да бір жаңағы қалыпты адамдардың жасайтын мүмкін мысалы дыбыс қасы жоқ мамандықтар өте көп қой. Қазір мысалы программист болу үшін саған сөйлеу. Қазір біз бәріміз өзіміз интроверт болып бара жатырмыз, ешкіммен қатты сөйлескісі келмейді. Рас айтасыз. Заманында өтіп бара жатыр, иә. Сондықтан дизайнер мамандар бар, жаңағы архитектор мамандар бар. Компьютермен жұмыс істеуге ол кісілердің тіпті былай да шамасы ешқандай кедергі жоқ. Ешқандай кедергі жоқ. Сондай бір мамандықтарды игерсе екен дегеніміз. Себебі мен 2022 жылы бір конкурсқа қатысарда сол жаңағы қандай мамандыққа түседі деген қараған кезде Қазақстан бойынша 6 колледж таптым. Сол колледждардың ішінде жаңағы мебель жасау, тігінші, аспазшы, яғни біз өзіміз қоғам ретінде мемлекеттік деңгейде шектеуді өзіміз қойып тастағанбыз. Иә, шектеп жатырмыз. Сондықтан колледждердің саны да көп емес. Жалпы жаңағы арнайы жаңағы тілінде сөйлейтін балаларға колледждердің саны да көп емес. Сондықтан сондай шектеулер бар. Енді қазір ақырын бәрі өзгеріп келеді. Бірақ болашақта сондай бір үлкен өзгеріске әкеледі деп сенемін. Иә. Ал енді жаңа нормотипичный балалар туралы айттық қой. Қазіргі уақытта сіз өзіңіз жасанды интеллект тақырыбын қатты зерттеп жатырсыз, иә. Осы жасанды интеллектіні бір жаман құралға емес, күнделікті бір өте пайдалы құралға айналу үшін қазіргі балаларға біз не істесек болады? Қандай кеңестер айта аласыз? Сіз балаларыңызға қай жағынан жұмыс істеуге көмектесесіз, мысалы, жасанды интеллектпен?
жасанды интеллект деген келетін болсақ, мен қазір балаларға емес, үлкендерге көмек керек деп ойлаймын. Өйткені мен кейбір кездесуден келемін, осы жасанды интеллекттен өзім де қашып кеттім деймін да. Өйткені былай қараңыз, кез келген мысалы жасанды интеллекттің ақсап дамуы адамдардың арасында мысалы бір-біріне сенімділіктің азайтып баратқан сияқты. Өйткені кез келген материал жіберсе де бұл GPT генерация деген сияқты шығады. Кейбір кез келген бір картина жіберсе де деген сияқты, сондай мына жерде жасанды интеллект қолданылған сияқты деген сондай бір адамдардың бір-біріне деген мамандық ретінде жаңа квалификационный сенімдерін әлсіретіп баратқан сияқты сондай бір тенденция байқаймын да. Сондықтан өте ерте жаста, 6 жас, 7 жаста жасанды интеллект қалай жасалады? Ол жерде паттерн деген не, үлгі деген не, ол қалай оқытылады? Оны сен қазір қолданып жатқан жасанды интеллект оның кезінде мысалы Қытайлар оқытқан, не болмаса индустар оқытқан, ол міндетті түрде қазақтар оқытқан емес. Яғни ол жерден шығатын нәрсе сол визуально соларға ұқсап шығады деген сияқты. Сондай жаңағы сосын жаңағы тілдік модельдерге келетін болса, GPT ол тек қана болжау. Сен бір сөз жазсаң, соның алдындағы 2 сөз, артындағы 2 сөз шығарып береді деген сияқты. Сондай өте бір балалардың деңгейіне түсіндіріп, үлкендерге де керек курс оқу сондай. Бірақ балалардың деңгейіне түсіндіріп жеткізсек, олар сонда оны дұрыс қолдана алады деп ойлаймын. Сол кезде олар жаңағы жасанды интеллекттің саған дос емес, жасанды интеллект саған жаңа сырлас емес, сен оған барлық құпияңды айтпа. Өйткені оның тек қана жай құрал екенін ашып тұрып, балаң тілмен түсіндірсе, үлкендерге де керек деп айттым оны. Үлкендерге де жаңағы бізде мемлекетте, жаңағы мектептерде жасанды интеллектті игеру, жаңа GPT-ға промпт жазу, не болмаса Gemini'ді қалай қолданып, ондай курстарға мен тіпті қатты нетем, ішкі бір нем бар енді. Құдаймен кешірші қарсыластығым бар. Себебі жасанды интеллектті жаңағы біз сияқтың, енді мен өзімді айтып отқан жалпы сондай бір точечный мәселелерге, жаңа шектеу бар адамдарға, көрмейтін адамдарға, жаңа коляскада отырған адамдарға, аутизммен шалдыққан адамдарға сондай бір жасанды интеллекттің нүктелі түрде жалпыға бірдей қолдануда тек қана бұның қалай жасалғанын, жаңа одан сен не күтетінін түсіндіру керексің. Сен одан бәрін күте алмайтыныңды, бала осын жаңа сол арқылы сабақ оқуға болмайтындығын, қаншалықты сен өзіңе зиян келтіріп жатқанын, соны әрине бүгін қолға алмаса, ертең кеш болып кетуі мүмкін. Енді ақылды адам қолданса дейді, сарапшылар бұл жасанды интеллекттің, ол дұрыс бағытта, жаңағыдай мақсатты бағытта қолдана алады. Ал егер жаңағыдай ой өрісі жетілмеген немесе әлі білім деңгейі жетпейтін адамдар жасанды интеллектіні қолданбағаны дұрыс деп айтады. Сонымен келісесіз бе? Енді оны айту бар, шынайы жағдай бар да. Ол шынайы жағдайда біз бәріміз кез келген уақытта қолданады. Сондай қазір балалар да қолданады. Бұл енді тек қана біз жаңағы бар ситуацияны шешумен айналысу, мен өзім принципім сондай бар ситуация. Мына ситуацияда біздің істейтініміз сол дұрыс, қалай дұрыс қолдану керек екенін үйрету. Бірақ оны үйрету, былай промпт жазасың, мынандай емес. Бұның қалай жасалғанын, бұның миын ашып, жаңағы ішкі құрылысын көрсету. Бұл жерде не жатқан, бұл жерде андар оқытқан, мыналар оқытқан, бұл жерде тек қана сен ол жерде ешқандай жаңағы анимация емес, ол жерде тек қана алгоритм деген сияқты. Ол алгоритм, ол жерде 100% дәлдік деген сөз жоқ. Саған ықтималдық деген нәрсе бар. Дәлдік деген бар, ықтималдық бар. Саған дәрігер рецепт жазып берсе, ол дәлдік, GPT жазып берсе, ол ықтималдық. Ол сіз ол тек қана осындай жаңағы 100% сенуге болмайтын нәрсе екенін біз ашып соны жеткізуіміз керек. Соны жеткізсек, біз мен ойлаймын, оны тек қана жас балаларға емес, кез келген мамандық саласында жүрген азаматтарға бәріне осындай бір глобалды деңгейде түсіндіру керек. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер қатты дамып келе жатыр, Мысалы, TikTok болсын, Instagram болсын, біреулер билеп жатады, біреулер бір қызықсыз керек емес нәрсені жасап, уақыт алып жатады, жастардың болсын, басқаның болсын. Содан кейін былай қарасаң, жастардың қазіргі жас буынның ғылымға деген құлшынысы қатты байқалмайтын сияқты. Себебі кім болғың келеді деген нелер сауалнамалар болады, сол кезде блогер болғым келеді деген қазіргі уақытта бірінші орында тұр екен. Енді осыған байланысты сұрақты, сіз сияқты мықты ғалым болу үшін, осындай ғалым болу арқылы оны коммерциализация жасап, одан кейін стартап этапына көшу үшін, сосын оны популяризация жасау үшін не істеуіміз керек мемлекет ретінде? Яғни біздің балалар блогер болуды емес, кәдімгі ғалым болуды аңсаулары үшін не істеуіміз керек? Мен ойлаймын, именно осы бағытта бізде мемлекетте қазір үлкен жұмыстар жасалып жатыр.
бұрынғы заманда мысалы ғалым болу, университетте жұмыс істеу, сондай бір қандай да бір андай не мен білмеймін, мүмкін мен адам өзінің несімен көреді дейді ғой. Мен мысалы өзімнің ғалым екеніммен, мен ғылым айналасында прям шын жүректен мақтанамын. Мен өзімді жаңағы прям риза боламын да осы салада жүргенім, өзімді өзім тапқаныма. Сол сияқты ол біріншіден адамға байланысты, екіншіден бізде мемлекеттік тұрғыдан популяризация жүріп жатыр. Өйткені мысалы осыған дейін мысалы қазір ғылымдарға награда беру, ғалымдарды бір жаңа құрметтеу, ғалымдарға жаңа қандай да бір статус беру деген сияқты ол өте мемлекеттік деңгейде. Мен мысалы біздің министрлік жоғары білім және ғылым министрлігінде ондай деңгейде жұмыстар жасалып жатыр. Соны енді бірақ былай қараңыз, мен әлеуметтік желі жүргізе алмаймын. Оған менің жаңағы нем жетпейді. Бірақ кеше ғана біз жаңа айттық қой, National Geographic'та жаңағы мен олардың елшісі болып сайланып сөйткеннен кейін сол жердегі National Geographic Қазақстанның директоры маған сіз жүргізу керексіз, себебі сіз жастарға үлгі көрсету керексіз. Жастар сізге келу керек деген сияқты. Бұл заман талабы. Заман талабы, иә, сол көру керек. Осы жерде ерекше атап өткім келеді. Біздің кейіпкеріміз Нұрзада ханым National Geographic'тің арнайы өкілі болып таңдалды. Бұл өте үлкен мәртебе, себебі National Geographic жыл сайын тек 30 ғана ғалымды осылай іріктеп алады екен. Олар ылғи андай әлемдік Форд Харрисон сияқты, әлемдік жаңа Приянка Чопра сияқты бір уже әлемде өте деңгейлері жоғары болып, сосын жаңағы өзінің қосымша хобби ретінде жаңағы благотворительностьпен айналысатын сондай адамдар ғой. Сондай тізімдерге ғалымдардың енуі, соның өзі сол ғылым тұрғысынан ол популяризация деп ойлаймын. Өйткені осындай тізімдерге, осының алдында мен тоже осы 25 жылдың аяғында Татлер импакқа барды, Орта Азиялық тоже біз жаңағы социальный импакт бойынша ұтып алдық. Ол жерде тоже үлкен тұлғалар болды. Жаңағы космосқа ұшып келген қызымыз бар біздің, Қайрат Борынбаев мырза бар, футболды өткізген, Дженнифер Лопестің концертін өткізген адамдар бар. Сондай бір үлкен сондай бір алардың арасында сол тізімге оған мен де кіріп кеттім мысалы. Керемет. Бұл жерде сондай бір тізімдерге осы ғалымдардың кіріп кетіп атуы оның өзі бір үлкен не деп ойлаймын. Бірақ ғалымдар енді көбінесе әлеуметтік желі жүргізбейді деп ойлаймын. Өкінішке орай жүргізетін, оның фокусынан айырылып қалады деп ойлаймын. Сондықтан бұл бағытта енді менің өзім жеке ойым өте керемет жұмыстар жасалып жатыр. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, осы орайда мен жаңағыдай фокусымды жоғалтып алам деп қорқасыз. Бұл да өте дұрыс сияқты. Қазақстанда қазіргі уақытта бір ғылыми журналистикада жоқ та, осындай сіз сияқты мықты ғалымдарды жұмыстарын көрсетіп, зерттеп, олар туралы көпшілікке тарататын бір ақпарат құралы керек сияқты осы күнде бізде де. Иә, ғылыми журналистика туралы айтып кетейін кішкене де. Ғылыми журналистика ол міндетті түрде керек. Өйткені мысалы кейбір кезде мен мысалы бір жерге интервью, бір газетке бірдеңе беремін да, бірақ не шығарады екен Құдай біледі деп қорқып отыратын кездер болады. Сондықтан міндетті түрде сіз жазып болған жаңа неңізді маған жіберіңіз, мен бір тексеріп алайыншы деген сондай бір бізде сондай. Сондықтан именно осы ғылыми журналистика бағыты бізде даму керек. Сол жаңағы алдындағы сұрақтың ол жалғасы болады ғой, сол кезде мүмкін популяризация болады да, жастар сол ғылымға ағылар. Иә, сосын ғалымдардың еңбектері көріне бастайды. Сізге көп рахмет, осындай бір үлкен жұмыс еңбек атқарып жатсыз. Және осындай бір қорытынды сұрақтарымыз бар. Сіз бір сұхбатыңызда әкемнің қызымын депсіз. Иә, осы табандылығыңыз, осы бір күш-жігеріңіз, өзіңіздің осындай ғылыми еңбегіңізге 8 жыл табандылықпен келе жатқаныңыз, әкеңіздің бір күш беруі ме, қалай осы туралы айтып берсеңіз? Негізі мен ойлаймын, қазір енді біздің жасымыздағы ата-аналарымыз, бәріміз ата-анамыз ғой, олардың арасында ең ауыр проблема ол бала тәрбиесі. Біз өзіміз қалай тәрбиелендік, біз мына баланы қалай тәрбиелейміз деп. Енді мен өз әке-шешеме келетін болсақ, ол кісілерде абсолюттік сенім болды маған. Менің әрбір әрекетіме, менің әрбір жаңағы қадамыма деген, әрбір таңдаған киім, ішкен асыма деген, бәріне деген бір андай аппровод дейді ғой, бәріне деген бір сол абсолюттік сенімділік болды. Сондықтан сол сенімділікті ордаймын. Екіншіден, әкеміз ниет қалай қойылады деген солай ғой. Ниет қалай қойылса, нәтиже солай болады. Әкеміз, біз Монғолияда дүниеге келсек, әкеміз өзі сол кезде Қазақстанда оқыған, Абай педагогикалық университетінде қазақ тілінің маманы.
бірақ сол жерде ол кісі өте жоғары деңгейде жаңағы әкім болып, жаңағы сондай бір жағдай жаман болған жоқ. Бірақ дегенмен ол менің балаларым өз ұлтына қызмет етсін деген сондай мақсатпен біз ол Қазақстанға көштік. Қазақстанға Павлодар облысына көшіп келдік. Содан кейін әрине өте бір финанстық тұрғыдан жағдайымыз ауыр болғанымен, бірақ әкеміз біздің орысша сөйлеп кетуімізге рұқсат бермеді. Біз өйткені баламыз ғой, көшеге шығамыз, тез үйреніп алдық. 8 жас, 9 жаста орысша сайрап кеттік та, сол кезде бір күн жинап алды да айғайлады, мен сендерді осы жаққа орыс болсын деп әкелген жоқпын. Бүкіл жаңағы немді қиып қазақ болсын деп әкелдім деп. Сол мүмкін әкеміздің ниеті шығар, сол осындай елімізге қызмет етіп, мүмкін пайдамыз тиіп жатқан шығар. Өйткені пайдам тиіп жатыр деп мен бүйтіп айтуға қорқам, ол ешкім олай айта алмайтын шығар, бірақ мүмкін қандай да бір жаңағы әсері болып жатқаны сол әкеміздің ниетіне орай деп ойлаймын. Иә. Ең басты екі нәрсе ол балаға деген сенім, иә. Содан кейін ұлтына деген қызмет. Иә. Өйткені мен осы кейбір кезде, мысалы, мен өз балаларым каникулға шыққан кезде, өзім стартапыма келіп жұмысқа кірісіп қоямын. Кейде айтамын, өздеріңе зиян тигенше біреуге пайдаларың тисін. Сенде телефон шығып өздеріңе зияндарың тигенше біреуге пайдаларың тисін. Айтатыным да сол, айналаңдағы адамдарға пайдаң тисін, айналаңдағы адамдарға пайдаң. Сол шығар ең бастысы жаңағы. Болмаса біреуде екі болса екеулерің біреулеріңе пайдаң тисін, маған пайдаларың тисін дейін да. Енді осы сіздің Сайын Бридж деген қосымшаңыз, иә, тек қана ым-ишара тілінде сөйлейтін адамдарға ғана емес, бағың сурды аудармашыларға да өте үлкен септігін тигізіп жатыр, иә, қазіргі уақытта. Көмекші деп ойлаймыз, аха. Иә, мультфильмдерді де аударып жатырсыздар, иә, қазақ тіліне, қазақша ым-ишара тіліне, иә. Иә, қазақша, аха. Өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Сосын жаңа бағана сіз бір атап кеттіңіз, Қазақстанның заңнамасында әлі ым-ишара белгіленбеген деп, иә, осындай бір нормалар белгіленбеген деп. Бүкіл әлемде бар ма ондай норма қазіргі уақытта? Енді жаңа алдында бір айтып кеттім, 120 тілде статус берілген тілдер бар, кейбір мемлекеттер бар, ым тіліне үшінші мемлекеттік тіл деген статус берілген. Яғни ол мемлекеттік тіл деген статус берілсе, әр кез келген адам ол тілді үйреніп, мысалы, ол негізгі дұрыс негізі. Ал бізде Қазақстанда ол ым тілінің мүлдем статусы жоқ дедім, стандарт болып бекітілмеген, ол жаңағы оның қалай енгізу керек. Өйткені, мысалы, Россия 2012 жылы енгізіп алған өздері кеңес үкіметі тарағаннан кейін. Беларусьта енгізіп алған, Өзбекстанда енгізіп алған. Заңда ол тіл туралы заңға норма енгізуіміз керек. Біздің тіл туралы заңға енгізу керек, сосын білім беру туралы заңға енгізілу керек, сосын әлеуметтік кодексқа енгізілу керек. Әлеуметтік кодекста бізде көрсетілген, жаңа сурдопереводчик мамандар бар. Тағы да айтарым, мен өз салам, мен ғылыммын, мен жасанды интеллект маманымын, мен IT-разработчикпін. Мен мына жаңағы заңдардың қандай бабында, қандай несіне не керек дегенде, соған мен тағы да кішкене сол мәселеге келген кезде қателік жіберіп қоямын ба деген бір өзімде үрей болады. Өйткені айтудың өзінде де сондай үрей болады. Егер мысалы мен жаңағы есепті қалай шештіңіз десе, мен оның ана жерден ана жерден анша датасы, ана жерден показатель осындай деп отыра береді дедім. Бірақ осындай неге келген кезде кішкене қиналамыз. Өйткені бұл жерде министрліктердің, жаңағы мемлекеттік ұйымдардың, олардың тікелей міндеті сол жақтан атқарылу керек. Егер болмай баратын жағдайда, әрине біз қазірдің өзінде айтамыз, қазірдің өзінде атсалысамыз, қазірдің өзінде жаңа сұранымдар жібереміз. Сондай ары қарай негізі тілге статус беру керек, енді ол қолға алынады деп ойлаймын. Бұл екі жақты жұмыс, иә? Мемлекеттік органдар, ғалымдар бірлесіп жасайтын норма, иә? Ғылым академиясы бәрі бірлесіп жасайтын жұмыс деп ойлаймын, иә. Бірақ болашақта сіз осы норманы көресіз, және осы 200 мың адамға ым-ишара тілімен сөйлейтін өзіңіздің осы қосымшаңыз мықты бір құрал ретінде айналады деп сенесіз? Иә, сенеміз. Өйткені ол тек қана Қазақстанға емес, ол көрші мемлекеттерге де жаңағы енгіземіз деген ішімізде үлкен арманымыз бар. Өйткені біздің технология адаптивный, біздің технология жаңағы тілге бейімделгіш, кез келген тілге. Өйткені біз оны жаңағы мен поляктарға барып көрсеткен кезде, сол жақтағы профессор, сен анау 20 жылға бұрын лақтырып тұр екенсің ғой деген сияқты крючокты сол айтады да, сондай бір оймен жасалған дүние болғандықтан соған енді сондай бір арманымыз бар, енді уақыт көрсетеді. Бірақ алдында мен бір фондтарға қатысып солай нетеміз ғой. Сол кезде айтты, сен мына жерде не істеп жүрсің, Қазақстанда басқа шетелге барып көрсете салсаңшы деп, сол кезде ол жақтан қаржыландыру да сразу аласың деген сияқты. Мен айтамын да, егер мен қазақ тіліне енгізбей барып шетелдің біреудің жағдайын жасағанын, ол это вопрос лично ко мне дедім да, енді адам ретінде. Өйткені онда мен өйтіп
қазақтың ғалымы болып одан не пайда ол, егер мен барып басқа тілге бейімдеп жатсам. Сондықтан бірінші қазақ тіліне ену керек, қазақша ену керек, көру керек, сосын барып уже басқа мемлекеттерге таратуға болады деп ойлаймын. Иә, бұл жерде қайтадан келеміз, ұлтқа қызмет ету. Ұлтқа қызмет ету, ұлтқа қызмет ету. Иә, қазіргі уақытта сіз өте үлкен жұмыстар атқарыпсыз, осы күнге дейін, осы 8 жыл бойы табандылықпен үлкен жұмыстар атқарыпсыз. Сізге көп рахмет. Келгеніңіз үшін, уақыт тауып келгеніңіз үшін, осылай жеңіл тілмен ым-ишара тілі туралы түсіндіріп бергеніңіз үшін рахмет. Себебі айтып отырмын ғой, қоғам кейде қатыгезденіп кетеді. Мысалы, ол сөйлей алмайтын, ести алмайтын адамдардың проблемасы сенің мәселең емес сияқты алшақтап жүреміз, көбінесе. Ал қазіргі уақытта сіз өте жақсы мәселені көтеріп, көпшілікке айтып отырсыз, көпшілікке жеткізіп отырсыз. Көп рахмет сізге. Сол сөзіңізді қорытындылай кетейін да, біз осы Алматыда Всемирный конгресс болды ғой, инклюзия бойынша. Әлемдің жаңа үлкен гиганттары жиналды, сол жерде Google болды, сол жерде Nvidia болды, сол жерде тағы да осындай үлкен IT компаниялар бар. Бүкіл ұсынған шешімдері, олардың арасында бір шешім жоқ, жаңағы естумен сөйлеуінде, жаңағы ымтілінде сөйлейтін адамдарға. Соны ойлаймыз да, неге екен деп сөйтіп ойлаймыз ғой, неге ондай жоқ? Өйткені олардың дауысы естілмейді. Мысалы, көзі көрмейтін адам айғайлап, жаңағы өзінің ойын айтады, скандал шығарады деген сияқты айғайлайды ғой. Ол кісілердің дауысын ешкім естімейтін болғандықтан, жаңағы, может, әлем бойынша сондай бір технологиядан бір қалысу бар деп ойлаймын. Сондықтан мүмкін алған бетіміз дұрыс болар, сосын нәтижесі де сол. Содан кейін ол Nvidia, Google, Meta сияқты ұйымдар көбінесе жаңа коммерциализацияға қарайды ғой. Бұл жобалардың, егер ол ақша алып келсе, демек оны нарыққа шығаруға болады. Ол ақша алып келмесе, олар көбінесе оны шығармай жатады. Элементарно Астана хаб солай сөйлеседі, сен ақша келсең, у нас про бизнес дейді. Сен мысалы айтасың, ой, мен андай әлеуметтік есеп шешейін деп жатырмын, бүйтейін. У нас про бизнес. Кіргізем ақша, кіргізбейме деген сияқты. Сол жерде сен шешім қабылдау керексің. Сіз қазір Астана хабтың резидентісіз. Резидентіміз. Және ол жаққа сіз 1% табысыңыздан төлеп отырасыз, Бірақ қосымша салықтан жеңілдіктер бар, жеңілдіктер бар. Бірақ Астана хабтың айтуы бойынша сіздер үнемі бір табыс тауып отыру керексіздер, Астана хабтың енді оны келісімшарт бойынша солай болады, Енді біз табыс таппаймыз деп бұл жұмысты бастаған жоқпыз, сондықтан командама да айтатыным сол да, ол біз Алматыда институт бар, информатика және есептеу технологиялары деген. Сонымен бірге мега проект жасап жатырмыз. Мысалы, ол проект деген ол 1 жылға береді, 1,5 жылға, 2 жылға беріледі. Мен айтам, ол біздің айлығымыз, біздің ары қарай жоспарымыз мемлекеттік қаражатқа тәуелді болмау керек, жаңа издевенство дейміз, сондайға қарамауымыз керек. Яғни, егер сен қандай да бір өзгеріс жасағың келді ма, саған өзіңнің жеке табысың керек, ол еркіндікті береді деп, сол дегенмен күшпен сол табыс табуға тырысып келе жатырмыз қазір, енді сондай бағытта алып отырмыз. Сізде 2 бағыт, қазір ғылым бір жағынан табыс та табу керек. Бізде болуға қол тимейді енді, рас. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз, келгеніңізге көп рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Жастар ғылымға келе берсін, өйткені жастардың қолынан келетін нәрсе көп деп ойлаймын. Өйткені мен қазір зумерлер дейді ғой, соларға қараймын да ойлаймын. Олар жайдан-жай зумер болған жоқ, олар өсті. Олар ақылды поколение болып өсті, сосын өзінің айналасында не болып жатқанын қарады, көрді, олар ішіне кішкене тиықталып қалды деп ойлаймын. Бірақ ол тиықталғанына орай, бірақ олардың шешетін есептері, өйткені олар фокустағы адамдар. Олардың шешетін есептері өте кіргізетін пайдалары жоғары деп ойлаймын. Сондықтан жастарымыз келе берсін. Біз оларға сол ақыл айтып жүре берейік. Жақсы, рахмет.